Сәлем баршаларыңызға, YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тайский салатын жасаймыз. Көп адамдар біледі рецебін негізінде тайский салаттың, бірақ менің рецебім бойынша істеп көріңіздер. Өте дәмді, сочный болып шығады. Ал кеттік, ол үшін сәбізді терканың ең майда көзінен өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін чеснок, қолдарыңызбен турасаңыздар да болады негізінде. Тұз, 1 чайный ложка қостым. Қайнап тұрған майымызды құйып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қиярымызды жақсылап жуып, видеодағыдай етіп, осылай кесіп аласыздар. Помидордың, етті помидорлар дұрыс негізінде, менде кішкене сулы помидордың сорты келді. Етті болса, суы ағып кетпейді. Осылай турап аласыздар. Цветной болгарский қолдандым, 2 түрлі цветінен. Қызыл цветі болса да вообще күшті кетеді негізінде, әр түрлі цветтен осылай жоғалап турап алыңыздар. Укроп бола береді, кинза, көкпияз. Бұл жерде менде қойдың еті, осылай турап алыңыздар. Ірі-ірі турасаңыздар салатта әдемі көрінеді. Сонымен приправаларын саламыз. Қайнап тұрған майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Сонымен тайский салатымыз дайын болды. Ас болсын міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецебім ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.